Танымал әнші Абай Бейдің кіші қызы Сымбат жұртты тағы бір жаңалығымен қуантты. 16 жастағы бойжеткен жақында алғаш рет ана атанбақ. Осы қуанышты жаңалығын ол әлеуметтік желі арқылы бөлісіп, болашақ сәбидің жынысын жариялады. Сымбат сүйінші жаңалығын арнайы ұйымдастырылған гендер пати арқылы жариялады. Кішкентай ғана сәнді кеште туыстары мен жақын достары жиналып, отбасылық мейрамға ортақтасқан. Көк түсті шаралар мен жазулар арқылы көпшілікке болашақ сәбидің ұл бала екенін жариялады. Құдай бізге кішкентай Ханзада сыйлағалы тұр деп жазды Сымбат өз парақшасында. Желі қолданушылары жас ананы құттықтап, жылы лебіздерін білдіріп жатты. Алайда кейбір оқырмандар жасөспірім жастағы қыздың ерте тұрмысқа шығуы мен жүктілігіне алаңдаушылық танытты. Желі қолданушылары бұл жаңалықты әртүрлі қабылдады. Бірі жас жұбайларды қолдап жатса, енді бірі Сымбаттың әлі де жас екенін еске салуда. Олар сіздер үшін өте қуаныштымын, неге жылайсың, кеше ғана шыққан адамсың, жап-жас, медицинада оқиды, енді сабағы не болады, өзі бала әлі. Бөпені қайтпек, қазіргі жастарда ұят жоқ, іштерін көрсетіп суретке түсе береді деп жазды. Бүгінде ол медициналық колледжде білім алып жүр. Бұл оқиға қоғамда әр түрлі пікір тудырса да, Сымбат пен оның отбасына үлкен қуаныш әкелгені сөзсіз. Жас отбасыға аман есен босанып, сәбилі болуды тілейміз.